X'тің 4 дәрежесі азайтылған 13x квадрат плюс 36 кіші немесе тең 0 теңсіздігін шешіңіз. Бұл теңсіздікті шешу үшін алдымен жіктеп аламыз. Жіктейтін болсақ, x квадрат минус 9, x квадрат минус 4 болып жіктеледі, кіші немесе тең 0-ден. Енді x квадрат минус 9 ол тағы жіктеледі, x минус 3, x плюс 3 болып жіктеледі. X квадрат минус 4 емес, x плюс 2, x минус 2 болып жіктеледі, кіші немесе тең 0-ден. Енді бұл жерде теңсіздіктің нөлдерін табатын болсақ, x тең 3, x тең минус 3, x тең минус 2, x тең 2. Енді осы сандарды теңсіздік сандар түрінде белгілейтін болсақ, кішісінен бастап белгілейміз. Минус 3, минус 2, 2, 3. Байқайтын болсақ, көбейткіштерде x-тердің барлығында таңбасы плюс. Онда бір-біріне көбейткен тағы плюс шығады, оң жақ плюс болады. Плюс, ауысып отырады минус, плюс, минус, плюс. Енді бізге 0-ден кішілер керек. 0-ден кіші ол минус таңбалар. 0-ден кіші болады. Сонда жауабымыз минус 3-тен минус 2-ге дейін. Біріккен 2-ден 3-ге дейін. Жауабы бізде G. Минус 3-тен минус 2-ге дейін, біріккен 2-ден 3-ге дейін.